Сәлем көріктім. Бүгін біз жарылған өкшені қалай қалпына келтіру, сәбидің терісіндей жұмсақ ету туралы сөз ететін боламыз. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпа. Өкшенің жарылуы күтім жасамағаннан деп қателеспеңіз. Белгілі бір аурулардың пайда болуынан да белгі береді. Егер ағзаңызға омега-3 майлы қышқыл мен дәрумендер жетіспесе, онда теріңіз құрғап, өкше тілімденіп жарылады екен. Сонымен қатар бауыр, қалқанша бездері ауырған кезде де өкшеңіз жарылады. Әрбір әйел адамы басынан башпайына дейін ухоженный, әдемі сұлу болып жүру керек. Ол үшін тазалықты сақтаған жөн. Ең бірінші, аяғыңыздың өкшесі жарылмау үшін ыңғайлы аяқ киім таңдаңыз. Және де күніге аяғыңызды сабындап жуып тұрғаныңыз жөн. Қазір сіздермен бөлісетін процедураларды аптасына бір рет жасайтын болсаңыз, аяғыңыздың терісі кішкене баланың терісінде жұмсақ болады, жарылғаны кетеді, әрі сіз жазда ұялмай аяғыңызға арты ашық сандалия, шлепкаларды ұялмай киетін боласыздар. Әрбір өзін құрметтейтін әйел басынан башпайына дейін таза, сұлу болып жүру керек. Бізге бұл процедураны жасау үшін тазик керек. Тазикті алып, оған 2 литр ыстықтау су құясыз. Суыңыз ыстықтау болу керек. Және оның ішіне 2 ас қасық содасын саласыз. 4 ас қасық перекис водорода саласыз. Және үгітілген кір сабын немесе әтір сабынды саласыз. Осы аталған заттар салынған тазикке аяғыңызды салып, ыстық суға аяғыңыз жібігенше 10-15 минут отырасыз. Содан кейін специальный өкше езгіш немесе пемза тасымен өкшеңізді ысқылап қырасыз, езіп тастайсыз. Қайтадан жылы суға өкшеңізді аяғыңызды шайып, сүлгімен сүртіп, аяғыңызға аяққа арналған крем немесе вазелин жағасыз. Аптасына бір рет осы процедураны жасап тұрсаңыз, сіздің аяғыңыздың терісі баланың терісінде жұмсақ болады және өкше жарылғаны кетеді. Маған рахмет айтатын боласыз. Сіздермен бірге болған мен Алуа Омар. Менің парақшама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.